Айталық, ауылды жерде тұратын сіз жеке кәсіп ашып, өзіңізге жұмыс істеймін деп шештіңіз. Сіздің жақсы бизнес идеяңыз бар, бірақ оны іске асыратын қаражатыңыз жоқ. 2017 жылдан бері Қазақстанда еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың бағдарламасы жүзеге асырылуда. Оған сай қажетті қаражатты ғана алып қоймай, кәсіпкерлікті жүргізудің қыр-сырында меңгеріп шығасыз. Сонымен несиеге өтінім берудің алгоритмін қарастырайық. Бірінші қадам – бизнес идеяларды іздестіру. Немен айналысқыңыз келетінін ойланыңыз. Сізге ұнайтын және табыс әкелетін кәсіпті таңдаудың көптеген тәсілдері бар. Соларды пайдаланыңыз. Екінші қадам – аудандық халықты жұмыспен қамту орталығына кеңес және оқытуға жолдама алу үшін өтініш беріңіз. Үшінші қадам – кәсіпкерлер палатасының аудандық филиалында бизнес бастау жобасы бойынша дәріс алып, оны тәмамдағаны туралы сертификат алыңыз. Төртінші қадам – несиеге жолдама алу үшін аудандық халықты жұмыспен қамту орталығына қайта жүгініп, өтініш беріңіз. Бесінші қадам – ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорына толық құжаттар пакетін тапсырып, талон аласыз. Алтыншы қадам – қор несиелеу жөнінде шешім шығарады. Бұдан соң несие алушы өз бизнес идеясын жүзеге асыру үшін алған қаражатын жұмсай алады. Соңғы жетінші қадам – несиенің мақсатты қолдануын растау болып табылады. Қазіргі таңда нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасының қаражат есебінен қор 5 бағдарлама бойынша несиелендіруді ұсынады. Игілік, мал басы, құс, бал аралары мен мал азығын сатып алу. Бірлік, сүт қабылдау бекеті үшін техника және құрал жабдықтарды сатып алу мен айналым капиталын толықтыру. Егінжай, көктемгі егістік және жиын терім жұмыстарды жүргізу үшін. Кәсіпкер, ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту. Ынтымақ, ауылдық өндірістік кооперативтерді дамыту. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы несиелерінің сыйақы мөлшерлемесі жылына 6% құрайды, ал оның жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 6,7%-тен аспайды. Несиенің мерзімі 7 жылға дейін. Сомасы мақсатты бағытталуына қарай 4-6-12 миллион теңге. Қарыз алушының өз кәсібін бастап, алғашқы пайдасын алу үшін негізгі борышы мен сыйақыны үстемесіз өтеу бойынша жеңілдетілген мерзім қарастырылған. Несие жөнінде кеңес алу үшін қордың Қазақстан бойынша кез келген филиалына хабарласуға болады. Филиалдар елдің барлық облыс орталықтарында, сондай-ақ Нұр-Сұлтан, Алматы, Семей қалаларында орналасқан. Бұдан өзге тікелей жедел желінің 8-800-080-35-05 нөміріне тегін қоңырау шалуға болады. 2019 жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры еңбек бағдарламасы бойынша 47 миллиард теңгенің ауыл несиелерін беруді жоспарлап отыр. Мыңдаған қазақстандық сияқты өз кәсібіңізді ашып, арманыңызды іске асыру үшін қордың қолдауын тиімді пайдаланыңыз.